Ассалаумағалейкум достар, сөйлеп тұрған Батыр Сейкенов. Мынау құжаттарды бәрін зерттедім, сіздерге уәде бердім. Бұл жерде дерек өте көп. Кезінде Жетісбаев Саматбекке қылмыс іс қозғапты. 189 баппен бөлмесі бөлігі 3 және 1 мен 2 тармақтармен. Бірақ өкінішке орай сол қылмыс істі жауып тастапты. Біздің Қостанайдың прокуратурасы. Қандай себеппен? Түсініксіз, ол жерде бәрі нақты бар. Жазған сөздері бар, ақша алған дәлелі бар, содан кейін Каспийі бар, содан кейін куәгерлер бар, бәрін айтқан көрсеткен, бірақ қылмыс істі жауып қойған. Қазір арқалықта мен сөйлесіп жүрген адамдар, монтер ма, инженер ма, шофер ма, солардың бәрі айтады, осы жерде қорықпайды дейді Жетісбаев. Себебі бұл бәрін сатып алған дейді, прокуратурадан бастап. Мен енді сұрақ қойып отырмын, КМБ-ға сұрақ қойып отырмын, сіздерді сатып алған ба? Антикоррупционный служба сендерді сатып алған ба? Бұл не? Қылмыс іс қозғалған, бәрі бар. Анау Торғай, Жаңелді ауданында столбтар салған, светофор салған, Арқалық қаласында үйді, краскелегенде соның техникасын берген. Сонда соның ішінде дәлел, бүкіл шығын UPS-ның мойнына түседі, бірақ пайдасын көріп отқан бір адам. Жетісбаев. Каспийді бәрін аударады екен, Әйелі бар, әкесі бар, інісі бар, келіншегі бар, анау бар, мынау бар, туысқандарына бәріне қорықпай. Түсінесіңдер ма, Бірақ біздің прокуратура оған көзін жұмып отыр. Маған келетін ақпарат өте көп. Тағы бір кісі қоңырау соқты, айтты, менің балам зардап шеккен дейді. Анау Амангелді ауданында тоққа қалыпты баласы. Сол кезде, мырза, Ақсақалов, Құмар, сізге айтып отырмын. Сіз сонда келгенде сол кісіге уәде берсіз. Мен осы іспен нақты айналсам, түбіне дейін жетемін деп. Ал енді бүгінгі кісі маған айтып отқан сөзі ешқандай нәтиже жоқ дейді. Полиция ешқандай іс қозғаған жоқ, өзі кінә болып шықты деп, соның бәрін туда-сюда жасаған ғой соны. Короче, бәрі сатып алған ғой олар. Ал енді тағы бір қарапайым кісі маған звондап жатыр, Ержан деген ба аты. Сол экскаваторшы болып істейді екен. Сол байқамай, алюминстройда жүргенде, несі бағаны соғып кеткен ғой. Сол баған үшін білесіңдер ме анау? Жетісбаев қанша ақша алады? 500 мың теңге. Алдында мен осыны бастағанда айтып едім ғой, 500 мың теңге. Міне келіңіз, міне. Мынау бәрін айтып жүрсем уақыт жетпейді, Мен қазір нақты сіздерге міне ұсыныс жасап отырмын. КМБ-ға антикоррупционный службаға. Бұны тексеру керек. Ердер жазылып тұр. Алдында мен жібердім, қандай қылмысқа ердердім. Жерден оқып алыңыз. Бәрі ол жерде сақталып тұр. Ешқайда кетпейді. Сол жерде ғана осы шындыққа шығады. Ал енді келесі видео орысша болады. Ол жерде кім ұрлап жатыр? Кто ворует электроэнергию за счет народа и какие криминальные авторитеты в этом участвуют? Күтіңдер.